Отбасы хрестоматиясы салт дәстүр сөйлейді кітабынан үзінді. Дәрет алып, таза жүр. Мұхаммед пайғамбар үнемі дәрет алып, таза жүруді насихаттаған. Дәретсіз адамға жын пері, шайтан үйір болады. Ол туралы пайғамбар өзінің хадисінде: адам баласының көзі ілінген заманда шайтан оның желкесіне 3 түйін байлайды. Сол арқылы адам баласы ұйықтап кететін көрінеді. Ұйқыдан оянған кісі Тәңірі тағаланың есімін аузына алып, бісміллә деп орнынан тұрса, бір түйіні шешіледі. Дәрет алып, тазарған кезде екінші түйіні шешіледі. Намаз оқығанда үшінші түйіні де шешіледі. Адам баласы сонда ғана басқаларға мейірімді болады, әрі серпіліп сергек жүреді. Жолы да ашылады. Ісі де оңға басады. Бұл үшеуінің біреуін де орындамаған адамның жолы бітеледі. Денесі салданып, ауыр тартып тұрады. Басқаларға мейірімі де болмайды. Қайда барса кедергіге ұшырайды деген екен. Қазақтың таза жүрмесең, бар жақсылықтың есігі жабылады. Басындағы бақ құсың ұшады. Дәретсіз адамнан қара жер де жиіркенеді. Күн көзі де жатырқайды. Жатқанда да, тұрғанда да, жүргенде де таза жүрген адамның әр басқан ізінен нұр қалады деуі тектен текке айтылмаған. Ахуал қиямет кітабын жазып, халық арасына таратқан Шәді Жәңгірұлы үнемі елді имандылыққа, адамгершілікке шақырып отыратын кісі екен. Шайыр-шаяндағы аппақ ишан медресесінде 12 пән ілімінен дәріс алған ғұлама жан болыпты. Ол шәкірттеріне: барлық жақсылық тазалықтан басталады. Дәреті толық, таза жүрген адамға бәле жоламайды. Періштелер жолдасы болып, жүрегінде нұры тасып жүреді. Кемелдік қасиет те ондай адамға тез қонады. Нас адам көрде де тыныш жата алмайды. Сондықтан шамаларың келгенше дәрет алып жүріңдер, деп ақыл айтады екен. Арасында Ахуал қиямет қолжазбасынан таза жүруге қатысты шумақтарды оқып береді. Олар мыналар: мәләк айтар, жалған емес бұл айтқаның. Айтайын, осы еді ғой күнәң сенің. Көр азап ақиқатта сідіктен дүр, жүрмеді таза болып ағзаларың. Дәретті сол қолымен ал. Қиямет қайым орнап, махшар майданы кезінде ұлық Алла әулие ғұламаларға: Мұхаммедтің тозақта жатқан үмбеттерін құтқарыңдар, деп әмір етеді. Әулиелер сәлдесін тозаққа тастайды да: әй, Мұхаммедтің қарабет үмбеттері, мынаған жабысыңдар. Тәңірі сендерді құтқаруға рұқсат етті, дейді екен. Сол кезде азапта жатқан жандар жапа-тармағай жабыса бастайды. Оң қолмен дәрет алып, лас жүргендер сәлдені былғайды екен. Сонда құтқарушылар: тәй-тәрі, қолың лас, сәлдені былғайсың, деп қағып тастайды екен. Осыған орай мұсылмандар тақуалыққа, тазалыққа қатты мән берген. Сол қолымен тамақ ішуге, оң қолымен дәрет алуға тыйым салыныпты. Ғұсыл дәретпен жүру. Кебін екі түрлі болады. Бірі марқұм болған жанды арулап орайтын бөз мата. Екіншісі адамның ғұсыл дәреті. Діни кітаптарда ғұсылсыз өлген адамның жаназасы шығарылмайды деп жазылған деседі. Ертеректе Үрімжі жерінде бір бай қайтыс болады. Ел жұрт жиналып, жаназасын шығарайын десе, бай сол түні тоқалымен қоныпты. Молда: марқұмның ғұсылы бар ма еді? Деп сұрайды жамағаттан. Байдың тоқалы: ғұсылды таңертең аламын деп ерініп жатып қалып еді. Таңертең тіл тартпай кетті, дейді жылап сықтап отырып. Сонда молда: ғұсыл адамның рухани кебіні, онсыз мен жаназа шығара алмаймын, дейді. Сонда жұрт: енді не істейміз? Пәлен деген жерде түген деген молда бар, соған барып көріңдер.
кітаптарын ақтарып отырып бір пәтуа табар, деп молда кетіп қалады. Байдың ұлы түгенше молдаға барса, ол да пәтуасын таба алмайды. Келесі бір молдаға жібереді. Байдың ұлы оған да барады. Ол молда да шара таппайды. Іздеп жүріп бір молдаға барғанда, ол Қашқар қаласында әз молда деген дін ғұламасы бар. Бір білсе, сол білер. Болмаса шара не, деп шығара салады. Байдың ұлы әз молдаға барады. Мән жайды түсінген молда кітаптарын ақтарып отырып, мынадай пәтуа айтады. Әкеңнің ғұсыл дәретін түгендеудің бір ғана жолы бар. Оның жаназасына өзіңнен мал шығармайсың. Ел жұрттан жылу жинап, ас бересің, дейді. Сонда баласы, елден жылу жинап не керек? Мал өзімде де жетеді. Қанша керек болса сонша соя аламын. Жоқ, өзіңдікі жарамайды. Елді аралап, ағайыннан жылу жинайсың. Көп мал көңілге кір салады. Тәкаппарлыққа ұрындырады. Осынша байлығың бола тұра, қайыршыдай елден жылу жинағанда, кәпір нәпсің езіріп, көңілің кірден ашылады. Тәңірдің қалағаны осы тазалық. Көңілдің тазалығы арқылы әкеңнің ахуалын жақсарта аласың, депті. Байдың ұлы еліне келген соң, арланбай халықтан жылу жинапты. Әкесінің жаназасын абыроймен атқарған екен деседі. Қариялар осы оқиғадан соң балаларына, ғұсылды таңға қалдырма, қашан өлерін бір Құдайға мәлім, деп өнеге айтып отырады екен. Исламда ғұсылсыз қадам басқан адамды жер қарғайды, жерді арамдайды деген түсінік бар. Бұл жайында Қашаған жыраудың да дін тірегі ибалық деген насихатында таң намаздан бейхабар күн шыққанша жатқаның, білдің бе шайтан үстіге жылы көрпе жапқанын, үстің көрпе, астың құс, ойласаң ұйқы жаман іс, ғаламат бұлар көрген түс, дәреже көріп жүрсіңдер, шайтанның сыйлап баққанын. Періштелерді қуарсың, дүниені харам қыларсың, ғұсылсыз қадам басқаның, деп айтылған. Ғұсыл дәреті мұсылман үшін өте маңызды болғандықтан, молдалар шариғат бойынша насыбай ататын адамның ғұсыл дәреті кәміл боп саналмайды. Себебі тістің насыбай қатқан түбіне су толығымен бармайды деп үкім беріпті. Қораға дәрет сындырма. Қазақта 4 түліктің құты киесі болады деген ырым бар. Мәселен, қойдың құты әрі пірі шопан ата, сиырдікі зеңгі баба, жылқыныкі қамбар ата, түйенің пірі ойсыл қара деп санайды. Олар малдың өсіп өнуі үшін дұға етіп, қорғап жүреді деп сенеді. Ал мал жайылымы мен қора қопсыны 4 түліктің құтты орны дейді. Осыған қатысты ел аузында мынадай аңыз бар. Ертеде бір бай болыпты, 4 түлігі сай болыпты. Мал басын көбейту үшін түнде ұйқы көрмейді екен. Ниеті мен еңбегіне қарай малы өне түседі. Бірақ малдың қадірін иесі білгенмен, оның есерсоқ ұлы білмепті. Бірде баласы түзге шыққанда алысқа баруға ерініп, қораның жанына дәрет сындырады. Содан бастап байдың малы кеміп, азая бастайды. Тірлігінде береке болмай, малы жұтқа ұшырайды. Байдың отбасы шылдың тезегіндей шашырап, есерсоқ ұлы да аштан өліпті. Осы оқиғаны көзбен көрген ақсақалдар ұрпағына қораның ішіне дәрет сындырма деп тыйым қалдырыпты. Қораға дәрет сындырсан, береке көшіп құт шамданады. Нәжіске жын пері үйіріліп, киені қуады екен. Діни кітаптарда дәретке шыққанда үйден 7 қадам аттап барып шығу керек делінеді. Себебі құт та жұт секілді 7 ағайынды болады. Сондықтан үйде береке болсын десең, 7 қадам аттап барып, алысқа дәрет сындыру қажет.